Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында заттарға заказ беріп үйренетін боламыз. Ең бірінші каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және комментарийға қандай да сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Ал ендеше кеттік, видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Pinduoduo сайтына кірген кезде өзіңізге қалаған затыңызды осындай жүрекше арқылы заказ берсеңіздер болады. Маған заказ беріп беріңізші деп айтылған болатын. Сол заказды беріп көрейін сіздердің көздеріңізше. Сайтқа кіреміз. Сілтеме арқылы осы ақ кроссовканың 38-ші размеріне беріңізші деді. Әдеттегідей отзывтарын қараймыз міндетті түрде. Отзывтары бар, мінекей көріп отқандарыңыздай. Енді осының маған 38-ші размерін сұраған болатын. Шығамыз. Сатып алу батырмасын басамыз. Мына жерде 3 түрлі тұр. Міндетті түрде бұл жерді скриндап алып аудармаға салатын боламыз. Мінекей. Осылай аударып барып заказ берсеңіздер болады. Мына жерде астындағылары размер. Кеттік. Мен мына біріншісін таңдадым. Мына от белгі негізі основном ходовой вариант дегенді білдіреді, яғни көбірек адам сол затқа береді деген мағынада келтіреді. Мына жерде бұрышын бассаңыздар, осындай үлкен түрін көре аласыздар. Мінекей. Қайтадан шығамыз да 38-ші размер авторіне заказ береміз. Неге заказ кетті? Заказ кеткен жер профильге кірген кезде мынау бізде басты бет. Одан кейін мына өзіміздің профильге кіреміз бұрыштағы. Мына жерде заказ кетті деген мағынаны білдіретін бір үштік тұрғанда осын бассақ, мінекей осы жерде заказ кетті. Одан кейін бұл жандай сіздің товарыңыз төленді деген мағынаны білдіреді. Одан кейін мына сағаттың суретіне баратын болса, уже подготовка болатыр заказыңыз дейді. Ал КамАЗдың үстінде болса, уже ары қарай доставкаға кетті деген сөз. Мен бұға дейін заказдар бергенмін. Мінекей доставкада. Бұның барлығы негізі мен белгілеген картаның складына жетіп қойған товарлар. На граница болып тұр қазіргі таңда. Мына уже менің қолыма келіп қойған товарлар. Осылай заказ беріп көрсеңіздер болады. Әрине міндетті түрде өзіңіздің қалаңызға болсын, болмаса жаңағындай өзіңізге ыңғайлы арзандау каргомен жұмыс жасасып көріңіздер. Қазіргі таңда карголар өте көп және тегін код беретіні бар, платный код беретіні бар. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай заказ беріп алдырсаңыздар болады. Каргоның адресін сол жерде өздері жібереді, осылай толтырыңыз деген сияқты. Ал мен келесі видеода сол каргоның адресін толтыруды үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік, екінші товардың заказына беріп көрейік. Мына бір сілтеменің үстін басамыз. Футболка екен, осының ақ түсіне заказ берген болатын. На 895 бұл отзывтары, міндетті түрде қараймыз отзывтарды. Шығамыз. Және мына жерде бізде көптеген адамдар заказ беріп жатыр екен. Мына байқасаңыздар, бізде қазақстандық нөмірлер де тұр екен. Осылармен бірігіп бізде заказ берсек болады.
қара түсі, ақ түсі. Ақ түсінен таңдайық. Маған 46 размері беріңізші деген болатын. Мен М размерді таңдап отырмын. Және сатып алу батырмасын басамыз. Тағы да басамыз. Картамыздың соңғы 3 санын басамыз. Және заказға кетті. Мінекей. Жаңа біз заказ бергеніміз уже міне подготовкада кетті. Сізде де осылай заказ беріп көрсеңіздер болады. Неге жаңа берген кроссовкамыз, мына сағаттың үстінде тұрған уже футболкамыз. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде комментарийға сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер және лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.